Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы көлем, өлшеу және салыстыру. Біз бүгінгі сабақта ұзындық, масса, көлем, уақыт шамаларын ажыратамыз. Оларды өлшеу үшін өлшемдер мен құралдарды таңдаймыз және өлшейміз. Ұзындық, масса, көлем, уақыт шамаларының өлшем бірліктерін салыстырып және амалдар орындаймыз. Балалар, біз бұрыннан заттарды түстері бойынша салыстыруды білеміз. Түріне қарай да салыстырып ажырата аламыз. Салмағы бойынша да салыстыра аламыз. Жуан жіңішкелігіне қарай да салыстырып ажырата аламыз. Бүгінгі сабақта заттарды көлемдері бойынша салыстырып, яғни салыстыру үшін қандай өлшем керектігін анықтай алатын боламыз. Құмыраның көлемін стаканмен өлшеуге болады. Қораптың көлемін текшемен өлшеуге болады. Стакан мен текше өлшеуіштер. Ендеше балалар, шамаларды өлшеу құралдарымен сәйкестендірейік. Суреттің астына тиісті өлшем бірлігін жазайық. Сантиметрлік лента заттардың ұзындығын өлшейтін құрал. Ұзындықты миллиметр, сантиметр, метрмен өлшейміз. Таразы дененің массасын анықтайтын құрал. Массаны грамм, миллиграмм, килограмм, тоннамен өлшейміз. Көлем бұл ыдыстың және заттың ішіндегі сұйық, қатты және сусымалы заттармен толтыруға болатын кеңістік. Көлемді литрмен өлшейміз. Енді балалар, көлемді сумен өлшеп көрейік. Қалай ойлайсың? Қандай ыдыста су көп? Дұрыс. Үлкен ыдыста су көп. Қандай ыдыста су аз? Дұрыс. Кішкентай ыдыста су аз. Қандай ыдыста су көп, аз екенін қалай анықтауға болады? Ол үшін көлем өлшем бірлігі литрді пайдаланады. Көлемді литрмен өлшейміз. Шыны ыдыспен көлемді өлшеуге болады. Енді балалар, бір шелекке қанша су сиятынын тауып көрейікші. Құмырада 1 литр су бар. Қазанда 2 литр су бар. Шелекке 1 литрлік құмырамен 3 құмыра су құйылды. Ал 2 литрлік қазанмен 2 қазан су құйылды. Сонда шелектің көлемі қанша литр болады? Қалай ойлайсыңдар, балалар? Ойланайық. Ол үшін есептің шартын құрып көрейік. Құмыраның көлемі 1 литр. Қазанның көлемі 2 литр. Шелектің көлемін табайық. Ол үшін 1 литрден 3 құмыраның 2 литрден 2 қазандағы судың көлемін қосамыз. Сонда қанша литр болады, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 7 литр болады. Жауабы шелектің көлемі 7 литр болды. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Енді балалар, сауда дүкеніне барып сауда жасайық. Азық-түлік сатып алып, бірінші себетке орналастырайық. Қалған азық-түлікті екінші себетке орналастырайық. Себеттегі азық-түліктің көлемдерін салыстырайық. Балалар, мына сұраққа жауап берейікші. Себеттердің сыйымдылығы қандай? Оны қалай анықтадың? Дұрыс айтасыңдар, себеттердің сыйымдылығы әртүрлі. Бірінші себеттің сыйымдылығы екіншісінен кіші, себебі оған аз зат сияды. Бірінші себетте 2 литр және 3 килограмм азық-түлік бар, ал екінші себетте 4 литр және 6 килограмм азық-түлік бар. Енді балалар, салыстыру белгісін пайдаланып, санды теңсіздіктер құрастырайық.
Бірінші себетте 2 литр, екінші себетте 4 литр. Салыстырайық. 2 литр кем 4 литрден. 4 литр және 2 литр. Салыстырайық. 4 литр артық 2 литрден. Бірінші себетте 3 килограмм, екінші себетте 6 килограмм. Салыстырайық. 3 килограмм кем 6 килограммнан. 6 килограмм және 3 килограмм. 6 килограмм артық 3 килограммнан. Енді балалар, жұмыс дәптермен жұмыс жасап, есептер шығарайық. Бір аквариумға 20 литр, ал екіншісіне 30 литр су сияды. Қай аквариумдағы судың көлемі артық? Қаншаға артық? Санды теңсіздіктер құрастыр. Сен неше теңсіздік құрастыра аласың? Бірінші аквариумда қанша литр су бар екен? Дұрыс айтасыңдар. Бірінші аквариумда 20 литр су бар. Ал екінші аквариумда ше? Дұрыс. Екінші аквариумда 30 литр су бар екен. Ендеше балалар, аквариумдағы суларды салыстырып көрейік. 20 литр кем 30 литрден. 30 литр артық 20 литрден. Қанша литр су артық екен? Өте дұрыс айтасыңдар. 10 литр су артық. Балалар, біз неше теңсіздік құрастырдық? Дұрыс айтасыңдар. Біз 2 теңсіздік құрастырдық. Балалар, енді өз бетімізше жұмыс дәптеріміздегі мына тапсырманы орындап көрейікші. Өлшеу нәтижелерінің арасына қандай белгі қоюға болатынын анықтайық. Санды теңсіздіктер тура болу үшін қандай салыстыру белгілерін қоюға болады? Кәнеке ойланайық. 11 литр кем 12 литрден. 12 литр артық 11 литрден. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, бағдаршам әдісі бойынша бүгінгі сабақтан алған әсерлерімізді бағалап жіберейік. Қызыл түс, мен ештеңе түсінбедім. Сары түс, маған әлі де түсініксіздеу. Жасыл түс, маған бәрі де түсінікті.